Сегодня пройдет церемония торжественного открытия 7-й спартакиады. Мы находимся во дворце единоборств «Бірлік», где пройдут первые состязания арқан тарту. Позади меня находятся болельщики и участники, которые приехали с разных городов Казахстана. Давайте узнаем их настрой. Біздер Өзен-Мұнайгаздан келдік. Маңғыстауда, Жаңаөзен қаласынан. Басталуы жақсы, тамаша. Жеңіске деген ұмтылыстарыңыз қалай? Командалардың бәрі мықты. Сайысты дода болады. Команда Пенде Инженерик, представляем вид спорта баскетбол. Ну, можно сказать, соперники все команды, все известные, игроки все вместе играли когда-то в лигах, в чемпионатах, поэтому все лица знакомые, как бы будет приятно поучаствовать как бы в этом общем соперничестве. АНПЗ Атырау өңдеу зауытынан келіп тұрмыз. ПНХЗда бұрын болғанбыз. Жұмыс бабымен, енді спартакиадамен бірінші рет келіп тұрмыз. Өте керемет. Оставайтесь с нами, ведь в конце будет награждение победителей. Біздің жігіттер асау, өздерінде отталау, бір-бір қолға бір-бір дау. Біздің жігіттер қандай, біздің жігіттер асау, өздерінде отталау, бір-бір қолға бір-бір дау. Біздің жігіттер қандай, біздің жігіттер асау. Ханның тағында жауды тарғыған сақ одағында тағдырға бұл сый туылды батырдай қантап қабылдала көргені сақ байтақ ел халқының саны азат рухы да өзіне сай жарасат бояласақ қайталасат ал азат бұл маған асау қан азат бұл аман сау сен болмасаң көңіліңді ұлы сөзді ұқпасау ел есімнен кетпейді хақ бітпейтін ақ көресау жау жүректің жарасынан мық етілген жаны сау ұрпағы бұл даланың алаш моя ғарышау өйткені бұл даланың ерлері жолдан таймасау азғын